Қош келіңіздер Назгүл Тәліпқызының YouTube каналына. Бүгін маған бір заказ түсті. Күздік көрініс жасау үшін осы кардонды алып, үстіне кәдімгі жасыл гафер қағазын жапсырамыз. Өйткені біздің бұл көгал кішкене жеріміз болады. Енді осының үстіне мінекей жапсырып қойдық. Кәдімгі жер, көгеріп тұрған жер болды. Енді осының үстіне талды қоямыз. Дайын пластмастан жасалған талды қоятын боламыз. Гафер қағазын кішкене ағаштың кескіндімен өлшеп қырқып аламыз. Өйткені гафер қағазын үстіне талды орнататын болсақ, талымыз ажырап кетуі мүмкін. Кескін ағашты жапсырып, ермек сазды қолданатын боламыз. Ермек сазды ағашқа жапсырып, кәдімгі тал жасап қойдық. Енді бізге шет-шетін қоршау үшін жасыл түрлі түсті қағазды аламыз. Соның ортасынан кесіп, және осылардың орталарына қараңыздар, қағаз гілейді жабыстырып, бір-біріне жабыстырып қоямыз. Сонда біздің шөбіміз нық кішкене тіке тұратын болады. Бізге төрт жағына да қажет болады. Енді осылардың ұштарын біріктіріп, үштік қылып қайшымен қырқып шығамыз. Сонда кардонымыздың шет-шеті шөп болып көрініп тұрады, әдемі сұлу болады. Мұқият қарап отырыңыздар. Танысымның қызына қажет болып жатыр, балабақшаларға осыны жасап жатырмын заказымда. Жан-жағын осы шөппен қоршаймыз. Ұнап жатқан жағдай болса, тіркеліп, лайк басып, дәреке, сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер. Мінекей төрт жағын кілеулеп қойдық. Енді бізге талдың ұшындағы негізі күзгі мезгілде жапырақтарымыз түрлі түсті болады. Жасыл, сары және жаңағы сәбіз түсті. Өйткені жапырақтар бірдестен қурай кетпейді. Түр-түрімен, өз мезгілімен біреуі ерте қурайды, біреуі жаңағы көгеріп тұрады. Сол сияқты үш түрлі жапырақ жасайтын боламыз. Әрине екі қабаттасаңыздар, кәдімгі жапырақтарыңыз екеу болып шығады. Сонда өздеріңізге де оңай болады. Бір-бір жапырақтан кессеңіздер, ол талға ілінбей қалады. Өйткені екеуден кессеңіздер, ортасына ыстық кілей қойып, болмаса қағаз кілей болса да болады. Өйткені негізі ыстық кілейді жапсырғандар дұрыс болады. Өйткені ыстық кілей қаттырақ жабысады. Қағаз кілей кішкене түсіп қалуы да мүмкін. Сол себептен жаңағы ыстық кілейді жапсырғандарыңыз жөн болады. Енді барлығын кесіп дайындап қойдым. Енді талдарға жапсыратын боламыз. Бірінші жасыл түсін жапсырып шығамыз. Өйткені сіздерге оңай болу үшін осындай кішкене фасонын көрсетіп жатқан жайым бар. Бір-біреуден қырқсаңыздар, негізі тұруы өте қиын болады жапырақтың. Қараңыздар, ортасына жаңағы шыбықтың ортасына, талдардың ортасына жапсырып қоямыз, сонда өте оңай болады. Енді сарысын жапсырамыз. Сары жапырағын біреулер осыны қоршап, негізі біз осы талдан кейін қасына кішкене құдық жасайтын боламыз. Әркім әртүрлі қылып жасайды. Өздеріңіз білесіздер, үстіп талды және жан-жағын қоршап, өздеріңіздің фасондарыңызға қарап, әртүрлі нәрсе қойсаңыздар болады. Дермен қойып қойсаңыздар болады. Алдыңғы видеомда дермен тұрған. Ол кезде мен өз немереме жасап берген жайым бар еді. Енді осы жолы маған кішкене тапсырыс түсті, соған жасап атқан жайым бар. Енді талдың түбіне кішкене қураған шөптерді қырқып жапсырып жатырмыз. Қараңыздар, сонда кішкене ермек сазын түсін кішкене жасырып тұрады.
мінекей талымыз дайын болды. Енді бізге талдың қасына құдық жасайтын боламыз. Құдық жасау үшін скотчтың ада болған кардонын пайдаланамыз және кір қыстырғыш, ағаштан жасалған кір қыстырғышты қолданамыз. Солардың бәрін темірін, ортасындағы темірін ажыратып аламыз. Қырып қойған кардондарымыз бар және кішкене ыдыс жуатын қалған матасы бар және кішкене темірді пайдаланатын боламыз. Енді осы скотчтың қалған ортасындағы кардонын матамен қоршап шығамыз. Қарап отырғандай, қараңыздар. Осыны қоршап шығып, ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Мінекей, енді жан-жағын ішке қарай қайыратын боламыз. Мінекей, қайырып қойдық жан-жағын. Екінші жағын қайырдық. Енді ажыратып қойған қыстырғышымызды жабыстырып шығамыз. Негізі жиі жабыстырудың қажеті жоқ екен, ортасындағысын алып тастаймыз. Айландырып, үстіп жабыстырып шығамыз. Мінекей, жабыстырып шықтық. Енді картондарды орналастыратын боламыз. Картонды сыртынан емес, ішінен клеймен жабыстырамыз екі шетін. Өйткені осы картонды кәдімгі құдықтың екі шетіндегі ортасындағы айландыратын темірін саламыз. Сонда біз құдығымыздың айландырып, шелегін шығарып алатын жағдайға жеткіземіз. Қараңыздар, дөңгелек қып қырқып алдым және сымды ортасынан өткіздім. Енді бізге құдығымыздың үстін жасайтын боламыз. Бастырмасын жасаймыз. Бастырмасын үстіне кәдімгі қалған құтқан спачкелерді жабыстырып шығамыз. Ағаш спачкелерді жабыстырамыз. Сонда кәдімгі баяғы ата-бабаларымыз қолданған құдығының көрінісін жасайтын боламыз. Баяғыда ата-бабаларымыз демекші, өзімізде осы ауылдастарымыздың құдығының су болмаған жағдайда осы құдықты ашып, шелегін түсіріп, өзіміз осы суды алған уақыттарымызда болған. Кәдімгі құдықтың суы өте таза, салқын, өте пайдалы. Жердің астында тұрған сулар өте пайдалы. Осы суды баяғыдағы ата-бабаларымыз әбден қолданған. Осы құдықтың көрінісін жасап атқан жайым бар. Мінеке, құдығымыз дайын болды. Енді талымыздың жанына жабыстырып қоямыз. Енді кішкене ағаштың кескіндерімен кішкене шөптер жасайтын боламыз. Ағаштың шет-шеттеріне шығып тұрған шөптерді әдемі қылып жабыстырып қоямыз. Менің тапсырысым бітті, аяқталды. Мінекей, баға беріп кетіңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Талды да, кәдімгі құдыққа да баға беріп кетіңіздер. Аяғына дейін көргендеріңізге рахмет.